Англиялық боксшымен болған кезде қолым жарақат жасап алдым. Ертеңге дейін уже сразу шығу керек болды ертесінде. 90% деп те айтуға болмайтын шығар, 100% кәдімгі сені қолпаштап жатыр. Білмеймін енді ұтқандай болдым, бірақ енді қолым көтерілмегеннен кейін бәрібір ұтылдық. Халықтың қолдауы кәдімгі сезілді. Керісінше бізге кәдімгідей ары қарай жігерлендіріп, одан сайын алға қарай ұмтылуға шабыт берді. Енді бірде Мұхаммед Сабыр, бірде сіз жаңағы неге тұрақтылық жоқ деймін да, сол қызық маған. Кейбіреулері мойындап жатыр. Басында сенбеп саған, бірақ қазір мойындаймын, енді саған жанкүйер боламын деген сияқты. Жаңағы курьер болып жұмыс жасады деп көп ақпараттар тарап кетті ғой сол уақытта, сол рас па? Иә, рас. Ассалаумағалейкум баршаңызға, армысыздар құрметті боксер қауым. Бүгін біздің арнамызда кезекті шығарылым, кезекті сұхбат. Білесіздер, жақында Англияның Ливерпуль қаласында бокстан әлем чемпионаты өткен болатын. Бұл World Boxing ұйымының алғашқы әлем чемпионаты. Және сол әлем чемпионатының қатысушысы Ертуған Зейнуллинов бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Ертуған, қош келдің. Ассалаумағалейкум, жақсы, рахмет. Ертуған, енді жаңа айтқандай, бұл алғашқы әлем чемпионаты. Жалпы қандай сезім болды осы чемпионат аяқталғаннан кейін, және дайындық қалай болды? Дайындыққа келетін болсақ, дайындық өте жақсы болды. 2-3 сбор өттік, барлығын енді жақсы деңгейде өткіздік. Сол жаққа Англияға барып, Англияның Шеффилд қаласында бір аптадай сбор өтті. Содан кейін енді жарыс басталды. Бірақ жаттығуымыз жақсы болды. Алғашқы қарсыласың жайында айта өтсек, Хуго Грау деген қарсылас болды. Осы жекпе-жек жайында өзің бір айта өтсең. Тоқтала өтейік енді әр жекпе-жекке. Енді оған келетін болсақ, осы әлем кубогында осы Астанада бокс асқанбыз, 1-8 финалында. Сол кезде отқан болатын. Енді бұл жерге де барлығы дайындалып келдік. Бірақ бойлар ұзын, кәдімгідей ыңғайсыздау бізге ше, кішкене. Бірақ енді барымыз салып, оған өзінің ойынын ойнатпай, қысып істеуге тырысып, сондай жеңіске жеттік. Бірақ бірінші раунд кетіп қалдық, уже 2-3-ті. Сөйтіп, уже алу керек болды. Сондай қиын бой болды тоже. Одан кейінгі қарсыласың жаңа сол қожайыны, сол елдің, англиялық Патрис деген боксшы. Ол да тоже бой ұзын, жаңағы алыс қашықтықта ойнайтын боксшы екен. Олмен де сол жаңағы өзің стилінде оны қысып істемесең, олармен ойнайтын болсаң, олар енді ойнап кететін еді. Сөйтіп сол қысып, соның арқасында ұттық. Ол жерде де бірінші раунд тоже кетіп қалды. Сонымен 2-3 жылу керек болды. Сонда тоже қиын бойлардың бірі болды. Енді ол жерде шаршы алаңның қожайыны деген сияқты нелер ойлар болып, кішкене қобалжулар болды аха. Сондай болып шықтым, бірақ шүкір оны ұттық. Сондай. Одан кейін енді Асахуджамен болған жекпе-жек көп көрермендер күтіп отыр. Осы жайында сен өзіңнің пікіріңді, енді жекпе-жектен кейін жаңағы федерацияның өзінің Instagram аккаунты бар, Boxing Қазақстан деген, біздің әріптестеріміз жүргізетін. Сол жақта әр жекпе-жектен кейін белсенді түрде сол барлық боксшылардың нәтижесін жариялап отырды. Сенің жекпе-жегінен кейінгі шыққан постың астындағы комментарийді оқысақ, енді 90% деп те айтуға болмайтын шығар, 100% кәдімгі сені қолпаштап жатыр, жеңілген жоқсың деп жатыр. Енді мен де өзім осы пікірмен келісемін. Расында жеңілген жоқсың біздің көзқарасымызда. Енді өзің осы жекпе-жек жайында бір айта өтсең. Бұл жекпе-жек енді тоже қиын болды. Бұл жерде бірақ әлем чемпионы, олимпиада чемпионы деп шықпадық. Енді Қазақстанның туын көтеруге барғаннан кейін сол жерде барлығын тастап, сол рингқа бүткіл күшімізді салдық енді. Сол жаңағы 1-8 финалында қолыма жарақат алып алғам. Содан кейін англиялық боксшымен болған кезде қолы жарақат болды. Англиялық боксшымен болған кезде қолым жарақат жасап алдым. Сонымен ертеңге дейін уже сразу шығу керек болды ертесінде. Сонымен дәрігерлер сразу нелер жасап, укол салып, обезболивающий жеп, сонымен бойға шықтық. Қолым полный сезбей шықтым. Енді артқы қолың ба? Алдыңғы қолмен.
бірақ енді рингке шыққаннан кейін бәрін ұмытып сол жаңағы ұту деген мақсатпен ештеңе сезбей қалдық. Бірақ енді қазірде несін кесірін беріп жатыр бұл. Енді алдымызда бұйыртса 14 күні Қазақстан чемпионаты, соған дайындалу керек. Қазір уже емделіп те дайындалып та екеуін қоса алу керек болып тұр. Сондай. Бірақ жекпе-жек өте жақсы болды. Енді ойымша білмеймін, енді ұтқандай болдым, бірақ енді қолым көтерілмегеннен кейін бәрібір ұтылдық. Бірақ халықтың қолдауы кәдімгідей сезілді. Керісінше бізге кәдімгідей ары қарай жігерлендіріп, одан сайын алға қарай ұмтылуға шабыт берді. Енді сол үлкен белестерді алуға баршамыз саламыз бұйыртса. Алда Қазақстан чемпионатында енді жақсы өнер көрсетіп, чемпион барып, ары қарай да Азия ойындары, әлем чемпионаттары болады, Олимпиада чемпионаты болады. Соған енді барымыз салып дайындаламыз. Асақожаға қарсы енді әуелде қандай тактика болды? Оған қарсы жаңағы сол жағына шығарып отырып, жаңағы Асланбектің бойын қарадым. Оның бойда сондай қиын бой болған негізі. 2 раунд бой ұтылып дегенде енді бой бойынша ұтылып жатқан жоқ, бірақ судьяларға ұтылып жатты ғой. Судьялар бірдеңе істеп 2 раунд бойы полный 5-0 беріп, 3-ші раундта сөйтіп нокдаунмен, нокаутпен ұтқан болатын. Сол сияқты енді бізде 1-ші раунд кетіп қалды, 2-ші раунд тағы да кетіп қалды. 2-ші негізі ұттым деп өзім ойлап тұрғам, бірақ уже 5-0 болғаннан кейін уже не істерін білмей рингке, бірақ енді тоже сынып қалмай до конца не болса да 3-ші раунд енді барын салып бір ударға стайм деп не қылдым, бірақ болмады енді. Раундтардың арасында ұпайды біліп оттыңыз ғой негізі? Бізге көрініп отты ол. Неге телеарнадан көрсетпеген екен, бірақ біз өзіміз қарап отырдық, ағайлар айтып отырды. 1-ші раундта ғана бір судья ғана берген екен, қалған раундтарда полный өзбекке берген екен. Енді біздің жанкүйерлер көбісі айтып жатыр ғой, біздің әріптестер, журналистер Ертуған жеңілген жоқ деп. Өзінің жаңағы бапкерлер не деп жатыр? Сол жекпе-жектен кейін не деп айтты? Бапкерлер енді жақсы бой болды, енді қолдан келе сара жоқ дегенде қылды ғой. Енді ол жерде бір жағы ойламайсың ба, Асақожаның бір жаңағы есімі рөл ойнап кетті деп? Сол нәрсеге көп не қылды ғой деймін, судьялар. Өйткені ол жерде қатты бір тәжірибелі судьялар көп деп айта алмаймын, бірақ бәрі біздің бір ауылдан келген нелер сияқты, судьялар сияқты, молодежканы сондайда дәрежеде қалып кеткен. Енді білмеймін, сол жаңағы Олимпиада чемпионы деп соған баса бердім екен, тек соның ударларын ғана көрдім екен, білмеймін қандай оймен қарағандарын. Хотя бы 2-де 3 қып беріп отырса да кішкене не қылар еді, бірақ ондай да болмады да. Полный кислородты жауып тастады ғой соны қараған. Асақожамен былай өмірде қалайсыздар? Қарым-қатынас деген сияқты әлде жоқ болай? Жоқ, ондай не жоқ, қарым-қатынас. Сол кезде біз Геннадий Головкиннің жүргенін көрдік, біраз боксшыларға жаңа қолдау көрсетіп, кездестіңіздер ме, сөйлестіңіздер ме Головкинмен? Сол бойдан кейін шақырып алып келіп, жаңағы өзін айтты, бұл жарайды, сынып қалма, осындай болу керек болды енді. Ары қарай да әлі жарыстар бар, мен сынып қалмай до конца ұру керек басқа да жарыстарға. Ген ағамыз енді осы әлем чемпионатында жүр, және өткен әлем кубогында да болды ғой. Жаңағы боксшыларға келіп біз қолдау көрсетіп, өзінде болдым ол жақта. Бұл жалпы Геннадий Головкиннің жүруі сіздерге бір мотивация бере ме? Ол жақта қалай? Енді мотивация бергенде барлық бізге қолдап қанша келді, бір Қазақстанда жүргенде болдық негізі. Қаншама өздерінің жанкүйерлер келді. Сол жақта жанкүйерлердің де қолдауын айта өтсең, көбісі осылай айтады, Қазақстанда бокстасып жатқан сияқты. Бір Қазақстанда бокстасқандай болды, өйткені қазақтардың ғана дауыс шықты ғой бізге ше. Қанша бір 150 адамдан аса келді ғой деймін. Кәдімгідей қолдап, оның өзі бізге деген кәдімгідей күшті де мотивация береді, орған ары қарай жігерлендіреді. Оларға да рахмет, уақыттарын бөліп, енді олар тоже жұмыс істеуге барған адамдар. Соның өзінде бізді қазақ келді деп қолдап атқандарына үлкен рахмет, алғысымыз шексіз ол кісілерге. Ол кісілер де айтып, сол жаңағы айтып жатырды, қалай болды деген сияқты бой. Біз өзіміз көзбен көріп отырық, бірақ неге қолыңды көтермеді деген сияқты.
сол нәрселердің бәрі қуантады. Енді сыныпқа ма деген сияқты көп нәрселер жазып жатыр да. Әлі де алар асуын алда, көп жеңістер әлі алда, барыңды сал, дайындал, сыныпқа ма деген сияқты. Соларға рахмет, сезіліп жатыр, иә, кәдімгідей. Кейбіреулері мойындап жатыр, басында сенбеп едім саған, бірақ қазір мойындаймын, енді саған жанкүйер боламын деген сияқты пікірлер де болды. Ол жерде комментариялар көп. Оның бәрін енді оқып білмедік, арасында көріп қалдық. Енді қазір сол әлем чемпионатынан кейін жалпы ұлттық құрамада ішкі атмосфера қалай? Қазір енді кішігірім буын алмасу болып жатыр ғой енді. Енді қазір осы Қазақстан чемпионатына тағы да іріктеледі. Енді алдында салмақ дәрежелері 10 салмақ болған, енді қазір 10 болады. Адамдар енді қазір бір салмақтан бір салмаққа ауысып жатыр да. Енді кішкене қарсыластық өте жоғары болады тағы да. Сол жерден мықтылар ғана қалады дегендей. Сол енді қазір бүткіл қатысады ғой. Тек жаңағы орын алған 4 балаға ғана қатыспайды Қазақстан чемпионатына. Соның қалғаны полный іріктеледі басынан ұлттық құрама. Елге келгеннен кейін бір сый құрмет көрсетілді ме? Жаңағы қалталы азаматтардан, енді білмеймін. Жоқ, ондай емес. Біздің өзіміздің Алматы облысы жаңағы управлениедан, ШВС-нан, жаңағы ДРС-тан адамдар келіп, кәдімгідей қарсы алып, жаңағы чемпиондардан қалдырмай сондай қолдау көрсетіп келген барлығы. Сол нәрсе қуантады. Бірақ енді іштей өзіміз ыңғайсызданамыз ғой, енді қандай, бірақ медальсыз келіп тұрық, бірақ осындай күтіп жатыр дегенге. Енді Алла бұйыртса осы кісілердің үмітін ақтап, одан да андай шабыт алып, олардың да енді үмітін ақтауға бұйыртса барымыз саламыз деген жігер алдық. Көшеде былай танып жата ма негізі? Көшеде, иә, қазір осы келгеннен кейін біраз адам танып қалып жатыр, иә, келіп олар да айтып жатыр да, жаңағыдай ұтылмадың ғой негізі, жақсы бой болды, енді тек алға, сыныпқа ма деген сияқты. Енді Ертуған бір уақыттары ұлттық құрамадан шығып қалдың. Осы жайында айта өтсек, өз еркіңмен шықтың ба, әлде қалай болды бұл? Жоқ, бізде өз еркіммен дегенде жыл сайын бізде іріктеу болады. Сол іріктеуден мысалы 4 адам бір салмақта алынады. Қалғандары уже келесі жылға дейін полный өзі дайындалып, келесі Қазақстанға дайындалып келеді ғой, орынға іліну үшін. Сондай бір чемпионаттың четверт финалында ұтылып қалдым. Сонымен енді ұлттық құрамадан шығып қалдым. Содан кейін зарплатадан алынып қалдым. Ешқайдан зарплата төленбей қалды. Сонымен енді жұмыс істеуге тура келді. Ары бері тренировкамен жұмысты бірақ алып жүрдім. Сол кезде как раз бір профи нелерге шықтым, бойларға. Сондай бір күнкөріс болды ғой, бір жылдар. Ол кездерді білеміз, жаңағы курьер болып жұмыс жасады деп көп ақпараттар тарап кетті ғой, сол уақытта, сол рас па? Иә, рас. Сондай бір жұмыс кездер болды. Жұмыс істедім сондай. Сол кездерде бір ағайлар көріп қойған жағдайлар болып жатты. Сол кездерде кішкене ыңғайсызданып не қылдық, бірақ енді не болса да ешкімнің ала жібін аптап алып қолынан тартып алу деген жоқ. Адал еңбекпен тауып атқаннан кейін енді істедік сондай жұмыстар. Мопедпен істедің ме, қалай? Енді жаяу бастадым, велик болды, сосын мопед болды дегенде сөйтіп жаймен көтердік. Сондай көтердік. Сонымен қайтадан жаңағы профи бойға сол кезде как раз бір 4-5 айда істедім ғой деймін. Сол жаңағы профи, сосын кейін профи ұсыныстар келді. Содан кейін сол жақта болдым. Содан кейін чемпионат Қазақстанға дайындалып, қайтадан сборная ұлттық құрамаға кірдім келесі жылы. Сондай бір жыл сөйтіп өтті ғой. Одан кейін 2018 жылы Азия чемпионатының алдында ма бір жарақат алып қалғаның бар, иә? Иә, ол жылдар ойнап жүріп деген бір ақпараттар бар. Иә, ол жылдар сол 2017 жыл сол чемпионат Қазақстан болды. Сол кезде как раз енді ересектерге өткен болатын. Сол кездерде енді жылдың уже аяғына тақап келген кезде сол травма алып қалдым. Бір ауылда кішігірім бір жарыс сияқты болған футбол. Ол жерде де бір уақыттың бір 5 минут қалған кезде шығып, сол кездерде сындырып үлгердім ғой 5 минут. Сондай болып қалды. Сол кезде де бір жылдай сондай жаңағы демалдым, қиналдым сол кезде де. Сон бірақ Аллаға шүкір, келесі жылы ұлттық құрамаға қайтадан кірдім. Ол кезде Ғалым Кенжебаев болған
Ол жарақат енді қазір мазаламайды ғой жалпы, иә? Қазір жоқ, Аллаға шүкір. Сол кездерде ауырып толығынан жазылып кетті қазір, шүкір. Енді сол уақыттардағы мына жалпы біздің боксқа бір ренжішің болған жоқ па? Енді көп боксшылар айтады ғой, жаңағы қысым болды сол уақыттары деген сияқты. Ондай басынан өткерген жоқсың ба? Жоқ, ондай қысым ештеңе жоқ. Бәрі енді өзіңнің еңбегіңе қарай ғой. Егер жаңағындай өзіңді дәлелдеп тұрсаң, ешкім ештеңе істей алмайды, тек алда қарай тартады дегендей. Егер енді өзің кішкене әлсіз болсаң, онда сондай болады, алып тастайды. Сол үшін енді қазір неше түрлі жас балалар қазір келіп жатыр. Енді біздің де жасымыз уже 27-ге келді. Бұйыртса бізге уже 2 есе дайындалу керек. Оларды енді не алу үшін, ұтып отыру үшін. Сондай. Жас буындарды айтып қалдыңыз ғой, енді бір айта өтсеңіз, қалай қарқындары? Жақсы, енді қазір олар өзімізде жас болдық дегендей ғой, қазір келе жатыр, өсіп жатыр балалар, тәжірибе жинап. Одан кейін мына сіздердің 63-те 5 келі ғой, енді бұрынғы, қазір 65 келіде өнер көрсетесіз. Қалай жеңіл сезінесіз бе өзіңіз осы 65 келіде? Қайсы жақсы еді? Негізі маған сол 63 жақсы еді. Қазір енді бұл жерде 63 пен 67 қосылды да, қазір ортақ бір салмақ болды 65. Бұл жерде қазір 67-тен түсіре алатындар бар, түсіре алмайтындар бар дегендей. Түсіре алмайтындар 70-ке кетеді, енді түсіре алатындар қазір 60-қа келеді. Сол жерде де қазір жақсы не болады бізде, қарсыластар. Енді бұйыртса жеңіс үшін бәрін саламыз, бұйыртса. Сіздердің салмақтарыңызда енді бірде Мұхаммед Сабыр, бірде сіз, жаңағы неге тұрақтылық жоқ деймін да, сол қызық маған. Сол енді бізде білмеймін, сол салмақ кішкене қалай айтсам, не лидер болмай тұр да таза. Екеуіңіз негізі неше рет кездестіңіздер осы уақытқа дейін? Міне осы әлем чемпионатының алдында 3-ші рет кездестік. Сол жерде міне бізде 18-не дейін өзіміз әлем чемпионатына баратынымызды білмедік негізі. Сол қазір біз спаррингқа дайындалдық, сосын спаррингтен кейін әлем чемпионатына дайындалдық. Сол жерде 18 күні белгілі болды ғой баратынымыз. Сол жерде спаррингта отып, сонымен бардық. Мұхаммед Сабырдан басқа кім бар тағы бұл салмақта? Бұл жерде көп негізі. Жандос Қыдыралиев, Абдуали Алмат, тағы да балалар, Шымкенттің балалары бар көп. Енді қазір одан да көбірек болайын деп тұр, 67-тен келгендер. Странжа кубогында кездестіңіздер, иә, Мұхаммед Сабыр? Странжа кубогында кездесіп, сол жерде ұтқан болатын. Сөйтіп, сол әлем кубогына қатыстым. Сол әлем кубогында сол жаңағы 3-ші орын алып қалғаннан кейін қайтадан қаралып, содан кейін қайтадан іріктеу жасады. Сол іріктеуді ұтып, қайтадан әлем чемпионатына өзім бардым. Енді өзіңнің отандасыңмен халықаралық турнирде финалда жұдырықтасқан қалай жалпы? Жақсы ғой, енді ол жерде қаншама елден тоже келіп жатыр да, сол жерден 2 қазақ бір-бірімен шықты дегенде қандай жақсы. Енді өз бәрібір қандай болмасын, мен болмасын, ол болмасын, қазақтың әнұраны қалады ол жерде. Сол нәрсе қуантады. Париждегі олимпиада кезінде лицензияға негізі сізде таластыңыз, иә? Иә, сол бірінші бой тоже Мұхаммед Сабырға сол жерде ұтылып қалған болатын. Енді алда Лос-Анджелес бар, келесі олимпиада, енді соған жоспар бар шығар енді, бұйырса. Енді бәрінің арманы сол ғой, олимпиада ойындары. Енді сол үшін барлығы еңбектеніп жатыр. Енді бізде сол еңбектеніп жатырық. Сол жерде кімге енді бұйырып тұр бару, сол барады. Енді бару үшін де енді біз бұйырсын дегенде өзіміз амал ету керекпіз. Амалын барын жасаймыз. Енді қалғанын көреміз бұйыртып. Бокстағы басты мақсат олимпиада ғой негізі, иә? Иә, олимпиада, әлем чемпионаты, енді бастысы сол олимпиада ойындары ғой. Біздің жалпына қазақ халқында мынадай бір түсінік қалыптасқан. Егер боксшы олимпиада жүлдесін алмаса, онда оны жаңағы мықты боксшылардың қатарына қоспайды. Осы түсінік дұрыс па, бұрыс па, сен өз пікіріңді айта өтші? Бұл жерде енді қандай орын әкелмесін, енді олар да жеңіл үшін бармайды. Барын салу үшін, енді барын салады ол бойда. Енді кейде сондай жаңағы әділетсіздіктер болып қалады. Сол кездерде енді
мысалы Сәкеннің бойы, мысалы сол кезде ол 3-ші орын алып қалды ғой. Негізі ол бойды отқан болатын. Өзі қарсыласын өзі түсінбей қалды да қолын көтерген кезде. Сондай жағдайлар ғой мысалы. Сол кезде де ол кәдімгідей не қылған, сен біз үшін чемпионсың деген сияқты Сәкенді қолдап. Сондай мәселелер бар ондай. Қазір енді мемлекет тарапынан жалпы толыққанды қолдау бар ғой, жаңағы витаминдеріңіз бар, керек жарақ деген сияқты. Иә, барлығын қолдап бізге енді қамтамасыз етеді ол жағынан. Айлығымыз төлейді, жаңағы полный сборларымызды, барлығын жаңағы дәрілерімізді, витаминдарымызды барлығын сол кісілер өзі жаңағы федерация тарапынан жаңағы өкіметтің ДРС-тан барлығы төлеп отырады бізге. Қамтамасыз етеді. Жаңа бір енді айтып қалдыңыз ғой, курьер болып жүрген кезде жаңа кәсіпқой бокста дебюттік жекпе-жегімді өткіздім деп, Lucky Cent деген компания еді. Енді олар жалпы қандай жоспары болды сізге, енді жаңағыдай бір реттік жекпе-жек берумен ғана тоқталды ма негізі, әлде бір сенен бір кәсіпқой бокста чемпион шығарам деген мақсаттар болды ма? Негізі сондай шығарам деген мақсаттар болған, содан кейін бір нелер болмай қалды ол кісілерге. Өкімет жағынан қолдаулар болмай қалды ма, сол себепті бір нелер өздері қиыншылықтары болып, сол компания жабылып қалды. Бірақ енді ол кісілердің де нелер жақсы болған, пландары. Жақсы бастады негізі. Жақсы бастады. Негізі біраз жерге дейін барушы еді, бірақ амалсыз тоқтады. Кәсіпқой бокста енді 2-0 деген рекордың бар. Бұл енді жаңағы сен дебюттік жекпе-жегің, одан кейін жаңа Санатәлі Төлтаев, Саматәлі Төлтаев, Мирас Ертанов, Виктор Катачиков сияқты боксшылармен бір картта жұдырықтастың екінші жаңағы жекпе-жегіңді. Осы жекпе-жек кешінен кейін біраз шу болды. Бір тап болған жоқсың ба проблемалармен, сол ұйымдастырушылармен? Енді кішігірім болды, бірақ енді гонорар жөнінде кішігірім нелер болды. Бірақ енді бір айдай ма, 15 күнде ма күттік. Содан кейін айту берді, бірақ енді кішігірім келіскен суммадан басқалай сумма уже берілді. Басқа реніш жоқ енді ол кісілерге? Бірақ енді реніш жоқ. Енді Ертуған, өзің жайында бір ақпараттарды айта өтсең, өткені әлеуметтік желіде ақпараттар өте аз. Жаңағы өзің қай қалада туылдың, қай ауылда, отбасың жайында айта өтсең? Мен енді Жетісу облысы Қаратау ауданы Үштөбе қаласында дүниеге келгем. Сол жақта оқуымды бітіріп, осында Алматыға Академия спорт туризмға оқуға түстім. Осы жерде бітіріп, магистратура оқыдым. Қазір отбасым бар, бір қызым бар. Сондай. Алматыда тұрасың, ә? Қазір Алматыда тұрам, иә. Ата-анам Қапшағайда тұрады, Қонаевта. Жеке бапкер жайында айта өтсең? Жеке бапкер, енді қазір жеке бапкер Асыл Бәйгөбесов. Оның алдында ағайларым болды. Енді қазір осы 1 жыл болды, ол кісімен істесіп отқаныма. Сондай қазір. Алғашқы бапкерің кім болды? Алғашқы ауылда Алмас Жеңгелбаев деген ағайым болды. Ол кісі сол жаңағы молодежка біткенше, академияға оқуға түскенше сол кісі алып келді, барлығын не қылып. Содан кейін жаңағы екінші ағайым Қайрат Карменов болды. Ол кісі осы 1 жылға дейін сол кісімен жұмыс істеп келдім. Енді бір белгілі себептермен жаңағы Асыл ағаймен қазір істеп жатырмын. Қанша жаста бастадың сонда бокста? 12 жасымда бастадым бокста. Енді бізден боксшылардың арасынан Төрехан Сабырхан алғашында енді 65 келіде бастады ғой. Осы кейін 70-ке ауысты. Егер осы 65-те қала бергенде жалпы қандай конкуренция көрсететін еді деп ойлайсың өзің? Енді конкуренция дегенде бұл жерде ол 67-де шықты ғой, 67-де. Бірақ 65-ке түсіре алмады салмағын. Сөйтіп 70-ке кетті қазір. Сол 70-ке ыңғайлы болды ол негізі. Қазір бізге спаррингті Олимпиаданың алдында келетін болған негізі. Сол жерде бокстасып қалар едік, бірақ оны қатыстырмайтын болды, жасы келмей Олимпиадаға. Сөйтіп сол спаррингтен болмай қалды ол. Жалпы спарринг жасаған бір танымал боксшылар болды ма мансабында?
қазақстандық танымал жаңағы Төлтаевтармен спаррингтар болды, сосын кейін Абылайхан Қосайыновпен спаррингтар болды. Солар болып қала, солар. Енді басқа ана шетелдік ұлттық құрамалардан бір ұсыныстар болған жоқ па мансабында? Жоқ, ондай нәрсе болған жоқ. Болған жоқ, Жоқ. Есімге тоқталып өтсек, енді Ертуған деп былай затына сай етіп қойған екен. Кім қойды есімді? Оны кіндік шешем мен кіндік әкем қойған. Негізі Ертуған емес, басқалай қойайын деп, сол жаңағы атқа тоқталған ғой, Ертуған деп. Енді боксшылардың арасынан енді жалпы әлемде болсын, Қазақстанда болсын, кумирің бар ма, өзің бір еліктеген? Өзім кумирім Серік Сәбиевқа қарай, сол бойларын қарап, сол кісіге еліктеймін негізі. Жалпы Ертуған не нәрседен жігерленеді, неден мотивация алады, не мотивация береді? Мотивация енді артымызда қазір өсіп келе жатқан бала шағам, сол кісілердің енді жағдайларын жасау үшін енді барын саламыз ғой қазір. Ал ең бірінші сол кісілердің сол ғой ең алғашқы мотивациямыз. Отбасым, ата-анам, сол кісілердің енді жағдайларын жасап. Енді Ертуған алдағы жоспарларын жайында айта өтсең, жаңағы Қазақстан чемпионаты ғой алдыға, Семей қаласы. Бұйыртса Семей қаласында 14 күні чемпионат Қазақстан болады. Соған қазір уже дайындығымызды бастап кеттік. Бұйыртса сол жерде енді топ жарып, ары қарайда алдымыздағы Азия ойындары бар. Может, декабрьде ИБАның әлем чемпионаты болуы мүмкін. Сол да болып қалса, бұйыртса соған енді не қылып отыр қазір? Жоспарлап отыр Қазақстан чемпионатын, бірақ қазір ұту керек болып тұр ғой барынша. Иә. Сәттілік тілейміз. Қазақстан чемпионатында жалпы енді алдағы мансабыңа бұйырса, тек қана сәттілік, жеңістерден көріне бер. Рахмет, бүгін осылай сұхбат беріп, келіп жатқаныңа уақыт бөліп, тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет, өздеріңізге де енді қолдап, осылай шақырып, сұхбаттасуға шақырғаныңызға үлкен рахмет. Енді істеріңізге Алла береке берсін. Өздеріңіз өсіп өне беріңіздер. Амин. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Біздің арнамызға жазылып, комментарий жазып, белсенділіктеріңізді танытсаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.